әжем, менің ұйқым келмей жатыр. Маған ертегі оқып беріңізші. Жақсы, мен саған ертегі оқып берейін. Екі дос пен аю туралы. Бір күні орманда екі дос келе жатады. Алдынан аю шығады. Аю шығады. Сол кезде бір досы қорыққаннан талдың басына өрмелеп шығып кетеді. Екінші дос не істейді енді? Жерде жатып қалады да қорыққаннан емін ішіне тартып білдіртпей жатып қалады. Сол кезде аю барып оны қасына иіскелеп қарайды. Сосын аю кетіп қалады өз жөніне. Сосын жаңа талдың басында тұрған досы төмен түсіп досының қасына келеді. Жаңа саған нағыл еді аю дейді. Ол айтады, сенің осындай қиын қыстау басыңа бір оқиға түскен кезде тастап кететін досыңнан сақтан деп айтты дейді. Сондықтан да олай болмайды екен, досты далаға тастап кету. Енді сен осындай ертегіден не түйдің, соны айтып берші көкем. Досты қиын жағдайға қалдырмау, досқа адал болу, досты жанынан қалдырмау. Досқа адал болу керек әрдайым, да? Досыңмен сен адалсың? Иә. Жақсы, көкем, ұйықтай ғой енді. Жақсы, түс көр.